Сәлеметсіздер ме? Біз қазір 26 Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының оқушыларынан жасөспірімдер арасындағы троллинг, груминг, буллинг туралы қысқаша мағлұмат сұрайтын боламыз. Троллинг дегенді қалай түсінесіз? Троллинг дегенді білмеймін. Троллинг дегенді қалай түсінесіз? Троллинг дегеніміз әлеуметтік желілерде бөгде адамдарды бопсалау немесе күш көрсету деп білеміз. Буллинг дегенді қалай түсінесіз? Буллинг дегеніміз ол адамдарға күш көрсету және де мысалға алып қарағанда иық қағып кету, бопсалау, ұрып соғу деген сияқты. Сол буллингтің аяғы суицидке әкелуі мүмкін. деген мағынаны білдіреді. Және де бұл жүйелердің бірі екіншісі агрессивті қудалауы болып табылады. Физикалық жәбірленушіге физикалық қудалау, тікелей физикалық әрекетте көтеру, тепкілеу, ұрып соғу және тағы басқа. Ауызша қорқыту, қорлау, мазақ ету, қорлау. Сондықтан кез келген адаммен әлеуметтік желілерде сөйлесу қауіпті. Және көбінесе бұл грумингтің болатын жері әлеуметтік желілер, яғни Instagram, Facebook, WhatsApp және көптеген сайттарда болады. Қорытындылай келе желідегі қауіпсіздік, троллинг, буллинг және де груминг. Енді грумингке келсек, груминг алғысақтық, яғни желіде интернет балалар мен жасөспірімдерге алғысақтық жасау әрекеттері. Бұндай жағдайда ересек адам баламен қарым-қатынас жасау үшін ол өзімен жастығы. Қоғамда буллинг мектеп оқушылар арасында ғана болады деп ойлаймын, бірақ та бұл күнделікті өмірде болып жатқан жағдай. Ол мектепте, жұмыста, қоғам ортасында, қоғамдық көліктерде немесе басқа кез келген жерде